Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз бүгін физика пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдану жайында сабақ өтеміз. Яғни физика пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 11 сынып 3 тоқсан. Сабақтың тақырыбы рентгендік сәулелену. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары 11 сынып, яғни 11-7-1-7 компьютерлік және магниттік резонанстық томографиялық салыстыру. Оқу мақсаты, яғни оқушылар рентгендік сәулелену құбылысын түсінеді, оның принциптері мен қолдану салаларын сипаттайды. Рентгендік, яғни компьютерлік томография, КТ дейміз, және МРТ дейміз, магниттік резонанстық томографияны салыстыра отырып, олардың айырмашылықтары мен артықшылықтарын анықтайды. Енді біз осы сабақта жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Яғни сабағымызда жасанды интеллект құралдары ChatGPT, Gemini, Grok, платформалары арқылы визуалды бейнелер жасаймыз. Енді бірінші қадам ChatGPT-ді ашамыз. ChatGPT-ді ашып, сол жерге оқушы өзі мынандай команда береді. Мысалы, маған адам денесін көрсететін, яғни медициналық сурет жаса, суретте рентгеннің сәулеленуі арқылы сүйек құрылымы көрінсін, суретте КТ, МРТ құрылғылары көрсетілсін, яғни әр әдісті ерекшеленіп бейнеленсін, сурет шынайы, анық табиғи түстермен, білім беру постермен стильді жасалсын деп оқушы сол жерге команда береді. Сол командадан ChatGPT бізге керемет қып, яғни оқушыларды осы жерден 3 топқа бөліп жүрсек болады. Мысалы, рентгендік сәулелену, екінші топты КТ, яғни компьютерлік томография, үшінші топты МРТ деп, сол жерден сіздерге осындай бір керемет қып промпт дайындап береді. Сол 3 алған промптымызды, яғни рентгендік сәулелену, сүйек құрылысын көрсететін нақты сурет, және екінші компьютерлік томография, КТ дегеніміз яғни ағзалардағы қабаттық кескінмен көрсету, ал МРТ дегеніміз ми мен тіндердің визуалды бейнесі болып табылады. Осы шыққан бізге дайындап берген, ChatGPT дайындап берген промптты алып, келесі қадам Gemini'ге өтеміз. Gemini'ді Google-ға Gemini деп тереміз. Gemini'ға кіріп, яғни платформасына кіру арқылы суретті біз сурет жасап беруге ары қарай промптымызды қоямыз. Яғни бізде ChatGPT дайындап берген суретті осы Gemini'ге қоямыз. Сол жерде бұл бізге әр топқа қажетті, әр топ өз бейнесін генерациялап алады. Яғни сурет нақты, түсінікті, яғни білім беру стилінде керемет қып шығарып береді. Яғни бұл бізде суретіміз дайын. Енді осы дайындап алған суретімізді келесі Google-ға Grok деп арқылы жазамыз. Осы жерге Grok платформасы арқылы біз суретті жандандырамыз. Яғни Grok-ға біз жаңағы дайындап алған, копировать етіп қойып, жүктеп алған суретімізді Grok-қа қоямыз. Яғни осы жерде ол суретіміз, генерацияланған сурет Grok-ға жүктеледі. Ол жүктелген суретімізге бізге жандандырып, яғни 6 минуттық видео жасап береді. Яғни рентген сүйек құрылымын көрсетіп жатады, ағзалардың қабаттық кескін арқылы көрсетеді. МРТ дегеніміз ми мен тіндердің визуалды бейнесін осы жерден анимация түрінде көрсетіп талдап береді.